Зұлқаш Баймырзаев, Қазақтан шыққан тұңғыш ихтиолог ғалым. Мәскеу, Қырымда Керчь мемлекеттік балық тресінде жоғарғы лауазымды қызмет атқарған. Зұлқаш Баймырзаев революциядан бұрын орыс, қазақ байларының аяусыз езгісін көрген жұмысшы отбасынан шыққан. Зұлқаштың әкесі Оспан әуелі диқан, одан кейін қазақ байлары мен орыс кәсіпшілерінің балықшысы болған. Зұлқаш өзге жұмысшы, жалшы балаларымен бірге форттағы орыс қазақ училищелерінде оқыды. Зеректігімен көзге түсті. 1921 жылы Қазақтан өлкелік партия комитеті Зұлқаш Баймырзаевты Москвадағы Свердлов атындағы коммунистік университетке оқуға жібереді. Бірақ кадр тапшылығы көп оқуға мүмкіндік бермейді. 1921-25 жылдары Мәскеу коммунистік университетінің тыңдаушысы, Адай уездік ОГПУ бастығының орынбасары ретінде қызмет атқарады. 1925-26 жылдары Түркістан мен Шалқар укомының секретарі, кейін Ақтөбе губкомы председателінің орынбасары және үгіт-насихат бөлімінің меңгерушісі болды. Осы кезде Қазақстан орталық атқару комитетінің мүшелігіне сайланады. Зұлқаш Баймырзаев 1927-28 жылдары Қарқаралы округтік атқару комитетінің председателі, одан кейін укомның бірінші секретары болып қызмет жасаған кезінде Қазақстан орталық атқару комитетінің мүшелігіне екінші рет сайланады. Ол кезде 219 мың халқының 91% көшпелі, темір жол мен су жолынан қашық, 18% егістік, бау-бақшалығы бар, мал өнімінен басқа өндірісі жоқ уезд экономикасын көтеру мәселесін Зұлқаш Баймырзаев мықтап қолға алды. 1925-29 жылдары Түркістан мен Шалқар уездік комитетінің хатшысы, Ақтөбе губкомы төрағасының орынбасары, Қарқаралы округтік аткомының төрағасы, Гурьев округ партия комитетінің хатшысы болды. 1932 жылы Мәскеудегі Тимирязев атындағы Ауыл шаруашылық академиясының балық шаруашылық институтын бітіреді. Академияда тамаша іскерлік қабілетімен, принципшілдігімен көзге түскен Зұлқаш Баймырзаев 1932 жылы институтты бітіргенге дейін сондағы партия ұйымының секретары болады. Жоспарлаушы инженер мамандығын алған ол, сыртқы елдермен сауда жасау саласындағы аспирантурада оқып, Арал, Каспий және Қара теңіз балық шаруашылығының қазіргісі мен болашағы деген тақырыпта еңбек қорғайды. Осы ғылыми еңбегі үшін оған ихтиолог инженер деген екінші мамандық беріледі. 1933 жылы ВКП орталық комитетінің жолдамасымен Зұлқаш Баймырзаев Орта Азия саяси секретарының нұсқаушысы және Мары Мақта МТС-ның саяси бөлім бастығы қызметінде Түркмен СССР-на жіберіледі. Зұлқаш Баймырзаев жетекшілігімен Мары МТС-ның большевиктері мен колхозшылары жоспардан тыс 69805 центнер Египет мақтасын беріп, отан алдында үлкен абыройға ие болады. 1934-35 жылы бүкіл одақтық рыба-плот экспорт бірлестігінің Ленинград бөлімінде және сыртқы істер халық комиссарының шетелдер бөлімінде жауапты қызметкер атанады. 1936 жылы Керчь мемлекеттік балық тресі бастығының орынбасары және бас инженері балық шаруашылығымен айналысқан маман трес жұмысын жолға қоюға жігер сала кіріседі. Ол 1936 жылы 2 ақпандағы Керченский рабочий газетіндегі «Теңіз балығын кең пайдаланайық» деген мақаласында балық шаруашылығында қол еңбегін жеңілдетіп, жүзбелі завод рефрижераторларды көбейту мәселесін көтереді. Зұлқаш Баймырзаев ғылыми зерттеу институтының қызметкері бола жүріп, 1934 жылы Қара теңізден Каспийге жіберілген кефаль уылдырығының Еділ өзенінде қырылу себептерін анықтап, кефаль шабақтарын Каспийге өсіру проблемасын шешуге қатысады. 1936 жылы кефаль шабақтарын Кура өзенінің жылы суына жіберуге кеңес беріп, оның өсіп жетілуі жөнінде ғылыми жетекшілік етеді. 1938 жылы Қырым АКСР-ның балық өнеркәсібі бас басқармасының орынбасары қызметтерін атқарған.
Ол қоғам қайраткері бола тұра өзінің ихтиология саласындағы жұмысын да қоса атқарған. Қара теңіз жағалауынан Каспий теңізіне кефаль балығын алып келіп жерсіндірген. Қазіргі таңда осы кефаль балығы Маңғыстау өңірінен экспортқа шығатын қызыл балықтан кем түспейтін өнім болып саналады. Кефаль өсіру мейлінше жемісті болды. Қазіргі кезде Каспий теңізінің фаунасында 854 түрлі балық пен басқа да су жануарлары болса, соның екеуі сүйекті балықтар класы кефаль туысына жататын сингиль, астронос. Каспий теңізінің акваториясына тұтастай таралған кефаль түрлеріне айналды.